Дебат ойыны өтті. Яғни сіз соңына қарай келгенмен, бірақ та сіздің әсеріңіз қандай болды осы дебат ойынында? Жалпы дебат ойыны бұл балаларды шешендік өнерге, шеберлікке үйрететін, қалыптастыратын ойын. Бұл жерде бүгінгі тақырыптың өзекті болды. Себебі біз несиелік карта, ақшаны қалай ұстау, осы мәселелердің бәрін көп біле бермейміз. Балалар өзі ақпараттардың барлығын алып, дайындалып, жақсы нәтиже, жақсы ойын көрсете білді. Осылай ойындарды көрсете берсе егер, онда балалар күннен күнге ысылып, бір керемет шешен, шебер сөйлейтін спикерге айналады. Сондықтан жұмыстарыңызға ризамыз. Мен Сапай, бүгінгі ойында қандай әсер алдыңыз? Бүгінгі ойында бұл палата несиелік картасынан пайдасынан гөрі зияны көп деп есептейді деген тақырыпта болды. Маған ұнады. Соның ішінде үкімет тарапы нақты дәлелдер келтірді. Ойлары нақты, нақты дәлелдері болды. Менің ойымша бүгінгі ойында үкімет тарапы жеңді деген ойдамын. Бүгінгі оппозиция тарапынан өздерінің әсерлерін сұрап көрейік. Бүгінгі ойын жақсы өтті. Ойын жақсы өтті. Барлық ойыншылар барынша тырысты. Нағыз ұтуға лайықты тарап ұтты деп ойлаймын.